Армысыз құрметті көрермен, серікті арнасында Қазалы ауданының қорытынды жаңалықтары, студияда Рахат Рахымжан. Бар жақсылық балаларға. Жаңа оқу жылы басталғанша мектеп алды даярлық жоғары деңгейде болу керек. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Шахмардан Баймановтың төрағалығымен өткен жиында айтылды. Жауапты мамандарға тапсырмалар берілді. Қызылорда қаласы және аудан әкімдері білім беру ұйымдарының, оның ішінде балабақша, мектеп колледждерінің дайындығына білім басқармасы ғана емес, сіздер де жауаптысыздар. Бұл туралы аймақ басшысы Нұрлыбек Машбекұлы үнемі ескертетінін өздеріңізде жақсы білесіздер. Сондықтан да тапсырмалар сапалы әрі мерзімінде орындалуы қажет. Өткен жылы 3 ауысымға көшуі мүмкіндік мектептер мәселесін қосымша ғимарат салу арқылы толығымен шештік. Ол өз кезегінде тиімділігін көрсетті. Жайлы мектеп ұлттық жобасымен 4 білім беру инфрақұрылымының қолдау қоры есебінен 2 тағы 1 мектептің мәселесі жеке демеуші есебімен шешілді. 2025 жылы аймақта бірде-бір апатты мектеп болмауы тиіс. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасы. Облыстық білім басқармасы жұмысының басым бағыттарының бірі. Мектептердегі күрделі жөндеу жұмыстары 15 тамызға дейін толық аяқталуы тиіс. Оқулықтар 20 тамызға дейін толық жеткізіліп, оқушыларға таратылсын. Қауіпсіздік талаптары қатаң сақталуы керек. Облыстық полиция департаменті білім басқармасымен бірлесіп, бейнебақылау камераларының жай-күйімен жедел әрекет ету орталығына қосылуына қатысты мәселені қайта пысықтап шығу қажет. Сонымен қатар мектепке берілетін тамақ сапасын ұдайы қадағалауда ұстау керек. Жыл сайынғы мектепке жол дәстүрлі акциясын биылда жоғары деңгейде ұйымдастыру маңызды, деді Шахмардан Байманов. Биыл облыс әкімінің қолдауымен 2024-25 оқу жылына арналған 100 оқу гранты бөлінбек. Аталмыш грантқа әлеуметтік жағдайы төмен және халықтың осал топтарынан шыққан талапкерлер ғана үміткер бола алады. 2024-25 оқу жылына 100 маман, атап айтқанда медициналық мамандықтарға 15 грант, су ресурстарын басқару, экология және табиғатты пайдалану мамандықтарына 6, құрылыс және тау-кен ісі мамандықтарына 6, агрономияға 6, инженерлік мамандықтарға 14, өнер мамандықтарына 15, мал шаруашылығы мамандықтарына 13 грант, азық-түлік өнімдерін өндіру және көлікті пайдалану технологиялары мамандықтарына 23, дінтану мамандықтарына 2 грант бөлінген. Мемлекеттік грантқа іліге алмай қалған әлеуметтік тұрғыдан халықтың осал топтарынан шыққан талапкерлер осы грантқа ие бола алады. Бүгінгі күнгі облыс әкімінің қолдауымен 100 студентке облыстық бюджеттен жалпы 99,3 миллион теңге қаражат бөлінді. Даярлау үшін жоғарғы оқу орындарының арасында бөлінісі келесідей. Өзіміздің Қорқыт Ата университетін білесіздер, соған 55 грант бөлінді. Болашақ университетіне 10 грант бөлінді. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына 5 грант, Қазақ ұлттық аграрлық университетіне 13 грант, Қарағанды медициналық университетіне 7 грант, Аспандияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетіне 8 грант бөлінді, және Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдени университетіне 2 грант бөлінді. Жалпы облыс әкімі Қызылорда қаласы мен ауданы әкімі арасында халықтың санына және сұранысына қарай бөлінді. Атап айтқанда Арал ауданы бойынша 8 грант, Қазалы ауданы бойынша 7, Қармақшы ауданы бойынша 10, Жалағаш ауданы мен Сырдария ауданында 5, 4 болып есептелді, Шиелі ауданы 9, Жаңақорған ауданында 9, Қызылорда қаласында 48 грант. Мемлекеттік гранттар республикалық комиссия отырысының қорытындысы бойынша тағайындалатыны мәлім. Ұлттық тестілеу орталығы білім беру гранттары иегерлерінің тізімін ұсынды. Биылғы жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіне 1300 студент мемлекеттік грант иегері атанды. Қазақстанда сенбі күні мемлекеттік грант иегерлері анықталды. 2024-2025 оқу жылына 94.251 талапкер мемлекеттік грантқа ие болса, олардың 15 мыңнан астамы су тасқынынан зардап шеккен өңірлердегі талапкерлерге берілген. Соның ішінде Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінен 5500-ге жуық талапкер жоғарғы оқу орнына құжаттарын өткізген. Нәтижесінде 1300 талапкер мемлекеттік грант иегері атанды. Айта кетейік, мемлекеттік грант иегері атанған студенттер 25 тамызға дейін құжаттарын өткізіп, келісім шартқа отырады. Жоғары балл жинап тұрып грантқа түсе алмағандар да бар арасында. Осылар қазір ақыл оқуға түссе де, ертең қазан, қараша айларында мемлекеттік гранттың иегері болуы әбден мүмкін. IT саласына негізі өте көптеген гранттар бөлінді, сонымен қатар инженерлі технологиялық салаларға да көптеген гранттар қарастырылған. Және де осы мамандықтарға сәл төмендеу балмен грантқа түсуге мүмкіндік болған. Ал ең көп
грантқа бір орынға 35 адам, бұл стоматология мамандығында гранттың саны аз, түскісі келетін бала көп, бір орынға 35 бала осы стоматология саласы бойынша тапсырған деген кіші статистикалық мәлімет шықты. Білім грантын ала алмаған талапкерлерге грант алу мүмкіндіктері әлі де бар. Бұдан бөлек әкім гранты Қазақстан халқына қоры қайтарымсыз 15 грант бөлуде. Сондай-ақ ақылы негізде түскен студенттерге университеттің өзінің ішкі мүмкіндіктері бар. Атап айтқанда алтын белгі үздік аттестат алған түлектерге 25% жеңілдік және әлем чемпионы мен Азия чемпиондарына 100% жеңілдіктер қарастырылған. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ арнасы. Ақтөбе облысында шикі мұнай өндіруді заңсыз жүзеге асырған Сайғақ Қазақстан BV компаниясы филиалының бас директорының орынбасары сотталды. Бұған дейін қаржылық мониторинг агенттігі 2022 жылғы ақпаннан өткен жылдың мамырына дейінгі кезеңде аталған компанияның филиалы Сайғақ кен орнындағы келісім шарт шеңберінде шикі мұнай өндіруді жүзеге асырғанын, бұл ретте келісім шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанын анықтады. Осы жағдайларға қарамастан олар жыл бойы кен орнында мұнайды заңсыз өндіру және сақтауды жалғастырған. Келтірілген шығын толық көлемде өтелді. Жалпы көлемі 3,5 мың тонна болатын екі резервуарда құны 139 миллион теңгеге өңделген мұнай тәркіленді. Кен орнын басқарған компания филиалы бас директорының орынбасары 3,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осымен тамам. Арнамыздан алыстамаңыз.